дәл қазіргі таңдағы біздің қорқыныш, бүгінгі кешегі болып отқан жағдай белгілі бір адамдардың, мынау пиар дейміз ғой, сондай адамдардың бір жаулығы болып кетпеу. Мысалы, солар енді Алматы телеарнасында осындай жағдай болып отыр екен, біз барып көмектесейік, осыларды біз қолдадық деп ертеңгі күні жарқыратып айтып шығатын адамдар бізге қажет емес. Бұл мәселе түбегейлі кәдімгідей қоғамда бір үлкен өзгеріс тудыру керек. Біз соны күтеміз. Ал қазақ журналистер қашан қолжаулық болады дегенде бізде ауызбіршілік жетіспейді. Мысалы, басқа күндері ойбай қазақтар бүйтіп қапты, қазақтарға былай көмектесейік, болмаса ана журналистке мынандай біреу сырттан қысым көрсетіп жатыр екен деп өре түрегелетін журналистер осындай сәтте, дәл осы сәтте ауызбіршілік таныту керек. Өйткені ұлтым деген журналист таза қазақ тілім деп, қазақтың діні үшін бір қазақи мәселелерді көтеріп жүрген журналистер осы кезде төбе көрсету керек. Бұл енді жаңағы айтып отқандай бір сәтті қана жылт етіп қайттан басылып қалатын дүние емес. Содан қорқамыз, біздің бір қорқынышымыз сол басылып қалмаса екен дейміз. Өйткені бұл бірнеше уақытқа дейін созылып, мәселе енді мүмкін Куянов орнынан кетер, мүмкін тіпті Есімов орнынан кетер, ол ештеңені өзгертпейді. Бұл бер жақта тұрған дүние. Ал түптің түбіне барғанда бір үлкен күш керек, үлкен бірлік керек, ынтымақ керек. Ауызбіршілік болса, ол жаңағы көзқарасты өзгерту керек. Бүкіл журналистер енді жаңағы айтып отырмыз ғой, бірігетін болса, алынбайтын қамал жоқ. Шын мәнінде ұлт тағдыры дәл қазір енді бір таразы басында тұр деп айта алмаймыз, бірақ енді таза қазақ журналистерінің келгенде осы Алматы арнасының жасап отқан қадамы басқа журналистер де осыған үн қатса, бұл жақсы бір оңды шешім болады деген ойдамыз.